Үш қыз татар халық ертегісі. Ертеде бір кедей әйелдің үш қызы болыпты. Солардың қарнын тойдырып, киіндіріп, оларды ешкімнен кем қылмау үшін күні түні тынбай еңбек етіпті. Қарлығаштың балапанындай қауырсындары қатайып, қыздары бой жетеді. Ай жүзді аруларға елдің көзі түспей қойсын ба? Қыздар бірінен соң бірі тұрмыс құрып, әр жаққа тарап кетеді. Әйел де қартайып, босағасында жалғыз қалады. Осылай күн артынан күндер өтеді. Бірде әйел науқастанып, төсек тартып жатып қалады. Ол жақын жерде орманда тұратын Тиынға: «Досым Тиын, сен қыздарыма хабар жеткіз, олар маған келсін», дейді әйел. Тиын әйелдің өтінішін орындауға жүгіріп кетеді. Ол ең алдымен кемпірдің ең үлкен қызына келіп, анасының тілегін жеткізеді. «Армысың, үлкен қыз, мені саған анаң жіберді, ол қатты науқастанып қалды, сені анаң шақырып жатыр», дейді. «Қап, барар едім, мына кірді жуып қою керек еді», дейді үлкен қыз қолы тимей. «Солай ма? Онда мәңгі бақи сол легеннен айрылмай өт», деп айтқанда, қыз легенге түсіп бақаға айналып кетеді. Тиын енді ортаншы қызға жетіп, анасының хабарын айтады. «Армысың, ортаншы қыз, мені саған анаң жіберді, ол қатты науқастанып қалды, сені шақырып жатыр». «Ойпырмай, анама қазір-ақ жауып жетер едім, бірақ жәрмеңкеге мата тоқып үлгере алмай жатырмын», дейді. Тиын ызаланып: «Мата тоқып жатырмын дейсің бе? Онда мәңгі бақи соны тоқып өт», дейді де жүгіріп кетеді. Ортаншы қыз өрмекшеге айналып жорғалай жүре береді. Тиын асығып әйелдің кенже қызына келеді. Ол қамыр илеп жатыр екен. Бұл хабарды естіген қыз ләм демей, қолының қамырын да тазаламастан жан ұшыра анасына қарай жүгіреді. «Жүрегің ақ екен, саған да әрдайым мейірімді адамдар кездессін. Бақытты бол», дейді Тиын. Кенже қыз анасының үйіне қалай жеткенін де білмей қалады. «Анашым, сізге не болды? Әпкелерім қайда, олар неге келмеген? Тиынжан, сен оларға хабар бермедің бе?» дейді сұрайды. «Иә, кенже қыз, олар енді келмейді. Келмейтінін айтты», дейді Тиынжан. «Анашым, ештеме уайымдамаңыз, мен сізді емдеп жазамын. Әпкелерім де келіп қалар, қолдары тимей жатқан болар. Бәрі жақсы болады», деп кенже қыз анасына дәрі-дәрмек беріпті.